Сәлем достар, ең алдымен каналға жазылып лайк басып, колокольчикті басып кетулеріңізді сұраймын. Ми және әдет. Ми біздің өмірімізде үлкен рөл ойнайды. Бірақ біз ми туралы ештеңе білмейміз. Тіпті ғалымдардың өзі миды зерттеу бойынша өте аз жетістікке жеткенін мойындайды. Оның структурасы, қалай жұмыс істейтіні әлі күнге дейін толық белгілі емес. Ми туралы сіз бен біз білуіміз керек ең қарапайым ақпарат ми жай ғана ет емес. Ол 18 бөліктен тұрады. Мидың әр бөлігі әртүрлі нәрсеге жауапты. Негізі 80% функциясы бойынша қимыл қозғалысымызға жауап береді. Бір қызығы, біздің денеміздегі тіктердің өзі миымыздың тарапынан бақылауда. Мидың жауапкершілігінде тұр. Адамның қимыл қозғалысы көп болмаса, мидың кей бөлімдері ақырын істен шыға бастайды екен. Қазір біз күнделікті өте аз қимылдаймыз. Сондықтан өзінің қамын ойлаған әрбір адам спортпен үзбей айналысу керек. Салмақ бойынша ми денеміздің 2% ғана алады. Ал энергия құрту бойынша бірінші орында. Әдетке қатысты ми толқындарын ғалымдар жан-жақты зерттеген. Төмендегі кестеден екі түрлі жағдайда мидың қалай энергия жұмсайтынын көруге болады. Белгілі бір істі алғаш рет жасаған кезде ми толқындары өте жоғары болған. Ал ол оқиға әдетке айналған кезде алғашқы қимылында және соңында ғана жоғары толқындарда болады. Процестің өзінде әлде қайда төменгі және бірқалыпты толқындарда тұрады. Яғни ми әдетке айналдырып алса, ортадағы қаншама энергияны экономдайды. Мидың әдет қалыптастырудағы мақсаты осы. Енді өзіңізге салып та ойланып көріңіз. Сіз де білмеген таңсық дүниені жасағанда әлде қайда көбірек энергия құртасыз. Мысалы, бұрын араласпаған жаңа ортаға барғанда сіз уайымдайсыз, өзіңізді ыңғайсыз сезінесіз, қысыласыз, мини стресстен өтесіз. Түрім дұрыс болып тұр ма? Киімім қалай тұр? Не айтамын деген секілді сұрақтармен миыңызды көп мазалап жібересіз. Бейтаныс ортаға барғанда үнемі барлығын бақылауда ұстап, анализ жасап отырасыз. Ал өзіңіз үйреніп қалған таныс орта болса, миыңыз осынша көп энергия құртпайды. Мидың мақсаты осы нәрсені әдетке айналдырып алу. Соның әсеріне аз энергия жұмсау. Спортшыға күнделікті спортпен айналысу. Жаттығу үшін көп энергия құртпайды. Себебі оларға бұл әдет болып кеткен. Дене әрекетті мидан да жақсырақ түсініп алады. Ғалымдардың зерттеуінше, боксерлардың шаршы алаңындағы қорғануы, ұруы ойланбай, автоматты түрде қалыптасып кетеді екен. Неге? Өйткені ми әдетті жаттап алған. Осыны үйреніп алсаңыз, өзіңізге ұнамай жүрген әдеттеріңізді өзгерту оп-оңай екеніне көзіңіз жетеді. Нашар әдеттерден тезірек арылудың маңыздылығы. Бір жас жігіт жаман әдеттерден арылудың жолын сұрап данышпанға барыпты. Данышпан кісі оған: "Сен ана бір жас шыбықты суыршы" депті. Жігіт қиналмай-ақ суырып алыпты. Енді одан жуандауын суырып алуды тапсырады. Ол досын көмекке шақырып, тапсырманы сәтті орындайды. Одан да жуандау ағашты көрсеткен екен. Ол барлық достары мен таныстарын шақырсады.
орнынан қозғалта алмапты. Сонда данышпан: «Көрдің бе?» депті. Жаман дағдыдан бастапқыда құтылу жеңіл. Ол кезде оған өзіңнің де шамаң жетеді. Кейіннен достарыңды көмекке шақырасың. Ал нашар қылықты көп уақыт қайталап, ол ханға әбден сіңген кезде көмекке қанша адамдар шақырсаң да бәрі кеш болады деген екен. Жағымсыз әдеттерден арылуға болады. Ең бастысы, ушығып кетпей тұрғанда ертерек әрекет қылыңыз. Жағымсыз әдеттен құтылу формуласы. Әдет орындалу процесі негізі 3 этаптан өтеді. Сигнал, әрекет, нәтиже. Алдымен миымыздағы нейрондық байланыстарға сигнал керек. Сигнал бұл старт деген сөз. Бағдаршамда жасыл түс жанғанда барлығы қозғалатыны секілді, сигнал болған кезде процесс те басталады. Мысалы, қарныңыз ашты, бұл сигнал. Тамақ жедіңіз, әрекет. Қарныңыз тойды, бұл нәтиже. Бір қыздың тырнағын тістей беретін әдеті бар екен. Не себептен тырнағын тістейтінін өзі де білмейді. Содан қыздан қай кезде, қандай сәттерде тістейсің деп сұрайды. Оның жауабы қарапайым болады. Ішім пысып, зерігіп кеткен кезде тістей бастаймын. Тырнағыңды тістегеннен кейін өзіңді қалай сезінесің? Өзімді күшті, сабырлы, бақытты сезінемін. Бәрі бақылауымда, қауіпсіз сияқты. Ғалымдар қызға бұл әдетін қойдыру үшін не істейді? Олар әдет этаптарының орындалу ретін жақсы білді. Сондықтан сигнал мен нәтижені орнында қалдырды. Әрекетті ғана өзгертті. Енді қыз тырнағының бір кемшілігін байқап, тістегісі келген уақытта столды саусағымен ұруды бастайды. Ауызға салып, тістеудің орнына саусағын столға ақырын ұрады. Осы әдетін өзгерткен соң қыз тырнақ тістейтін әдетінен құтылып кетеді. Дәл сол секілді бір жігіт болады. Ол уайымдағанда қысылған уақытында темекі шегеді екен. Зерттесе, жас кезінде достары сөз арасында темекі шексең крутой боласың деп айтқаны белгілі болады. Содан бір күні туған күн кешіне барып, бір сұлуды көріп, сыртынан ұнатып қалады. Бірақ барып танысуға ұялады. Сол кезде ойына достарының айтқаны келіп, темекі шегіп алады. Содан кейін бойжеткенмен танысады. Енді оның миы темекіні қалай байланыстырып алды. Өзіңе сенімсіз болып тұрған кезде бір нәрсені уайымдағанда темекі шексең, жетістікке жетеді екенсің деп қабылдап қалды. Осыдан кейін жігітке кез келген өзін ыңғайсыз бір түрлі сезінген кезде ми дереу темекі шексең, жеңіске жетеді деген шешімді ұсынады. Мидың мұрағатында солай қабылданып қалып кетті ғой. Кофе көп ішетін адамдарды алып қарайық. Мысалы, сіз көп кофе ішесіз. Неге? Жұмыста отырып, басыңыз ауырғанын басу үшін кофе ішуді үйреніп алғансыз. Енді оны қалай қоюға болады? Басыңыз ауырды, сигнал. Кофе іштіңіз, әрекет. Басыңыз қойды, нәтиже. Бұл жерде сигнал мен нәтижені өзгертпейміз. Тек әрекетті ауыстырамыз. Жұмыста басыңыз ауыра бастады ма? 10 минут далада жүріп қайтыңыз. Егер оған мүмкіндік болмаса, сол жерде 10 рет отырып тұру жаттығуын жасап жіберіңіз.
осы әрекетті ауыстырып күнде қайталай берген соң кофені көп ішу әдетінен аласыз. Формула көріп тұрғаныңыздай өте қарапайым. Кез келген әдетіңізді зерттеп көріңіз. Сигнал қандай? Қандай әрекет жасайсыз? Нәтижесінде не аласыз? Енді осы жердегі әрекетіңізді ғана ауыстырсаңыз болды. Өзіңізге ұнамайтын, сізге зиянын тигізетін әдетіңізден құтыласыз. Негізі кешкі ас ішу де бізге әдет болып кеткен. Ол маркетологтардың енгізген дүниесі. Ал шын мәнінде кешкі ас ішпеуге де болады. Спортсмендер ғана күнделікті 2000-3000 калория жұмсауы мүмкін. Ал қарапайым күнделікті қимыл қозғалыстағы адам 1000 калорияның айналасында ғана энергия жағады. Кейде біз қазақшылыққа салып, таңғы астың өзінде бір күндік калориямызды тұтынып қоямыз. Жұмыста жүріп, мүмкіндік болмай, тамақ ішуге үлгермей қалған күндер сіздерде де болған шығар. Бірақ ешкім тамақ ішпегеннен талып қалып жатқан жоқ. Тамақтану бізге әдет болып кеткен. Мысалы, ол кейде бас қосудың әдеті. Біреу кездесуге шақыратын болса да ресторанға, кафеге шақырады. Ең болмағанда кофе ішіп қайтайық дейді. Бірақ ешкім көшеде кездесейік, жүріп қайтайық демейді. Мына суретте сіз тышқанды көріп тұрсыз. Ғалымдар осы тышқанмен бір эксперимент өткізеді. Бірінші есік ашылғанда тышқан жүгіріп барып, оңға бұрылып, ол жерден ештеңе таппаған соң, сол жаққа барады. Ол жерде оны тәтті тамақ күтіп тұр еді. Екінші күні де осылай жасайды. Тышқан тағы да алдымен оңға, кейін сол жаққа барып, тамағын алады. Үшінші рет есікті ашқан кезде тышқан автоматты түрде сол жаққа қарай жүгіреді. Оның миында не болды? Әдет жатталып қалды. Бұл жерде есіктің ашылуы сигнал, оның жүгіріп сол жаққа баруы әрекет, тамағын алуы нәтиже. Тарихта Хопкинс деген маркетолог болған. Ол кез келген нәрсеге сұраныс тудырып, сатылымын арттырып жібере алатын еді. Америкада 1900 жылдардың басында тіс ауруы мәселесі өршіп тұрды. Дүниежүзілік соғысқа әскер жинағанда ең басты мәселе тіс еді. Себебі тіс ауыратын адам қарқынды соғыса қоюы екі талай. Енді әскердегілердің тісін жөндеу деген міндет тұрды. 1800 жылдардың соңында америкалықтарда тіс жуу деген әдет болмады. Халықтың 11% ғана тіс жуатын болған. Осы әдетті қалыптастыру Хопкинстің жауапкершілігіне жүктеледі. Хопкинс алдымен сигнал, әрекет нәтижені тауып алуға тырысады. Тамақтанғаннан кейін тісіңіз жуылмай қалса, оның сыртында бір қабат ыңғайсыз қабық қаптап қалатынын сіз де байқаған боларсыз. Егер Хопкинс бүкіл жанамалық құралдардан егер тісіңізді тіліңмен сипаттағанда бір нәрсе байқасаң, демек тісіңді жуатын уақыт келді деген ақпарат таратады. Ал нәтиже қандай? Нәтиже тісіңізді тіс пастасымен жуғанда ол көпіреді, күшті иіс шығады. Осы жарнама жан-жақтан жасалып, халықтың миына құйылды. Нәтижесінде халықтың 96% тістерін тіс пастасымен жуа бастайды. Сәйкесінше халықтың денсаулығы жақсарады. Одан кейін, әрине, әскердегі тіс ауру мәселесі азаяды. Нәтижесінде әскерде де соғыста да жеңіске жетеді.
Хопкинстің енгізген маркетингтік әдісі әлі де жұмыс істейді. Ол үйреншікті әрекет ретінде тіс пастасының ауызды көпіруін енгізді. Негізі тіс пастасының көпіруі, оның иісінің жағымды болуы маңызды емес. Байқайсыз ба, кейде өте жақсы, пайдалы, сапалы деп ұсынған тіс пастасымен тісімізді жусақ оның иісі де, дәмі де онша емес болып шығады. Әрі түк те көпірмей жатады. Жағымды иіс шығатын болу керек дегенге үйреніп қалған біз, ой, бұл пастаның сапасы онша емес екен деген шешім шығарамыз. Кез келген жағымсыз әдетіңізді осы формулаға салып зерттеп көріңіз. Әрекетті өзгерту үшін алдымен бұл әрекетті жасайтын кезде менде қандай сигнал пайда болады? Өзіңізге менде қандай триггер бар деген сұрақты қойыңыз. Дәл қазір төмендегі кесте арқылы өзіңізге ұнамайтын 3 әдетіңізді өзгертуге алғашқы әрі маңызды қадамды жасаңыз. Маған ұнамайтын нөмір 1 әдет, сигнал, әрекет, нәтиже, әрекетті қалай ауыстырамын. Маған ұнамайтын нөмір 2 әдет, сигнал, әрекет, нәтиже, әрекетті қалай ауыстырамын. Маған ұнамайтын нөмір 3 әдет, сигнал, әрекет, нәтиже, әрекетті қалай ауыстырамын.